Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз өткен сабақта теңгені биржадағы депозитімізге теңгені жібердік, және сол теңгеге USDT, яғни сандық доллар сатып алған болатынбыз. Сонымен қатар естеріңізде болса, мен лимиттік ордер қойғанмын. Лимиттік ордер қойған 481 теңгеден. Ол да орындалды. Қазіргі баға жасақ ұсыныс 495 болып тұр, ал сұраныс 485 болып тұр. Сонда мен былайша айтқанда тиімді бағамен сатып алыппын, 481. Енді сауданың өзінің негізгі мақсаты арзанға сатып алып, қымбатқа сату ғой. Мысалы мен қазір осы 10 долларды оп-оңай мысалы 495-пен қойсам болады. Сонда арасында айырмашылық 10 теңге. Әрбір доллардан сонда 10 теңге былайша айтқанда пайда түседі. Пайызбен санағанда шамамен 2% екен. Сату үшін сату USDT-ге басасыздар. Сонан кейін мына жерде қандай бағамен сату керек? Мысалы мен 495-пен сатқым келеді. Соны мына жерге қанша сатқыңыз келеді, соны қоясыз. Сол 10 USDT. Сату. Тапсырыстар кітабында пайда болды. Және мына жерде де міне тұр, ең үстіңгі жағында. Әдетте мысалы сатып алатын кезде мен көбінесе мына былайша айтқанда стакан дейді ғой, сұраныстар кітабын қараймын, қай жерде азырақ сол жердегі баға қоямын. Мысалы ең жоғары тұрған 485-тен 15.563 доллар алады екен. Мен де осы бағамен қойсам, оның өтуі ұзақ болуы мүмкін. Сол үшін егер шамалы тезірек сатып алу керек болса, онда сәл жоғарырақ, мысалы 485-те бір бағасымен қоюға болады. Сонан кейін сатып алған кезде тағы да, егер барлық теңгеге менде қолжетімде 4218 барлығына сатып алу керек болса, максимум деген батырман бассаңыз, өз есептеп береді, қанша сізде доллар келеді, осындай бағамен бірден қойып береді. Сөйтіп қана сатып алуды басу жеткілікті болды. Әзірше бұны алмай-ақ қояйын. Сонан кейін мына кітапшаны қарасақ, стаканды 15.000-нан кейін қарап отырсақ, мына 480-де 33-те 5.000 бар екен. Сонымен міне 480-де 3-те 17.000 бар екен. Сонан кейін келесі 480-де 12. Осы міне бесеуі қатарынан үлкен бағада тұр. Яғни мынадан төмен мына ордерлер әзірше тұрғанда баға түсе қоймайды. Сол үшін егер алатын болсаңыз, тек қана жоғары жаққа қою керек, немесе осы мынандай үлкен сұраныстардың үстіңгі жағына. Мысалы 412-де 15-пен қоюға болады. 480, 13-пен бе, 480, 15-пен мысалы қоюға болады. Қазір қайттан 480-де 15-пен қоюға. $10. Қарап отырсақ, мына жерге келіп түсті $5. Яғни ең мынау көп көлемде тұрған ордерлердің үстінде тұр. Бұл жаңа сатып алу, сізге егер тиімді сатып алу және ол орындалуы қажет болып жатқан кезде. Енді ақша шығару сұрағына келетін болсақ, ақша шығару тура ақша толтырумен бірдей сияқты. Біз банк қосымшасынан жаңа
сервис криптобиржа бөліміне өтеміз да ATX деген бөлімнен астыңғы жағынан ақшаны алуды баса саласыз. Бірақ сол ақшаны алу үшін сіз бірінші биржада сол теңгені дайындап қоюыңыз керек. Менде қазір мысалы KZT қанша бар? Қазіргі уақытта KZT 4698 бар. Бірақ мына жерде қарап тұрсақ, барлығы осы жерде мына қолжетімді деген сома бар. 1812 ғана мен шығара алады екен. Өйткені қалғаны резервтендірілген. Мен сатып алуға сұраныс беріп қойдым. Ал егер мына барлық соманы шығару керек болса, онда жаңа ордерлерден бас тарту керек. Мына қолжетімді сома қанша болады, соншаны ғана сіз банктен шығара аласыз. Шығару туралы осы қысқаша. Енді тағы да сәйкестендіру туралы. Мына жерде қарап отырсақ, инвестордан бөлек менде тағы мынандай премиум деген сәйкестендіру өткен, мынандай сертификат береді. Егер сіздің де болашақта айналымыңыз көп болып, мысалы $1000 көбірек суммаға сауда жасасаңыз, мынау көлем деген қалай түсінуге болады? Мысалы, егер сіз $500 сатып алып, қайттан соны $500 сататын болсаңыз, сіздің айналымыңыз $1000 болады. Одан артық суммаға сіз сауда жасай алмайсыз. Немесе $100 болып, $100-дан 5 рет сатып алып, 5 рет сатсаңыз, ол да $1000 болады айналым. Одан артық содан сол айда сауда жасай алмайсыз. Келесі айдың басталуын күтуіңіз керек болады. Ал егер бұл шектеуді алу керек болса, онда мына премиумды өту керек. Премиумды өту үшін осы биржаның өзінің тестілеуге арналған өзінің несі бар, құжаты бар. Сонымен танысып, соны оқып шығу керек. Сонда сіз мына премиумды өте аласыз. Және премиумды өтуге тағы қосымша шарт, ол сіздің ресми табыс көзіңізді растау. Ол жаңа жалақыны немесе жеке кәсіпкер болсаңыз салықтық санды тапсырған туралы ақпарат беруіңіз керек биржа. Сол екі шарт. Бірінші тестілеу өту, екінші жаңа құжаттар осында жүктеу. Қазір тестілеуге қайдан нұсқаулық алуын көрсетейін, ол үшін сайтқа көшеміз.